Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, бүгін мен қамалдың жанына үй соққан болатынмын. Соған обзор жасап, қалай соққанын көрсетіп айта кетемін. Ал достар, видеон бастайық, кеттік. Достар, бұл үйді мен бірінші айтпақшыдай сыртын көрсетіп кетейін. Мен сырты бұлай жасағаным. Бөлінген еға төбесін бұлай жаптым. Ағашпен бұрыштарын істедім. Міне бұлай сыртын екілікнемен және де астына листья қойып тастадым достар. Міне төбесін бірнемен жаққан болатынмын. Ал міне мына жақта үйдің жандары және ар жақтар бөлінген жерлерін істедім. Ал терезелерді бұлай арасын бір ағашпен істеп, осылай екілік тереземен істеген болатынмын достар. Ар жақта тағы бір інім соққан үй тұр, оны да кейін түсіретін боламын достар. Мына жақта да тағы бір бөлме, спальня, яқты бір кроват қойылып кеткен. Мына жақта да есік. Не достар, мынау да қойылып кетті. Міне енді ішіне кірейік, бісміллә деп кірейік достар. Міне үлкен үй, бұл жақтарға әлі қонақ бөлме секілді типа телевизор қойып сөйтетін оған. Яқта қол жуатын жер. Ал мына жақта ас бөлмесі достар. Бірінші ішіне де обзор жасап кетейін. Достар, яқта да ағаш тұрады. Осындай ішіңізде достар тамам ауырып жатқан еді. Міне мынандай бөліп қойдым. Ішін көрсетіп жатқан кезде айта кетейін достар, 300 подписчикқа жетіп қалдық достар. Подписация етіп, лайк басып кетейік. Скоро 1000-ға да жетеміз достар. Қолдауларыңызға өте көп рахмет достар. Ал міне ішін көрсетейін. Арна тіркеліп, лайк басып, комментарийларыңызды жазып кетіңіздер достар. Достар, міне мынандай. Мына жақта ас бөлмесі, мына жақта тамақты қойып қоятын типа холодильник. Яқта верстак, печка екеу типа газ. Ал яқта қол жуатын, ыдыс жуатын жері. Ал мына жақ спальный, бір адам жататын. Яқта да әлі сундук қойып істейтін боламыз достар. Достар, бұл үйді істеу оңай. Бұл үйді кішкентай қылып істесеңіздер де, дәу қылып істесеңіздер де болады. Достар, мен бұл үйді қамалдың жанына соққан болатын. Енді қамал бір өзі қаңырап тұрмады, жанында үйлер де бар. Ар жақта қамалдың ішіне де тағы бір здание істеп қойдым. Ол туралы тағы да видео түсіретін боламын. Оны да көрсетемін, жақында видеоны саламын достар. Міне осы үй, достар, бұл мынандай үй. Осындай үй, екілік десек те болады. Осындай бұны кішкентай қылып та, дәу қылып та соғуға болады. Тіпті үлкен қылып та, сәл кеңейтіп соғуға болады достар. Достар, видео аяқталды. Сау болыңдар достар. Келесі кездескенше амандықта болыңыздар.